Ассалаумағалейкум достар, қаз дауыстарының астына қош келіпсіздер. Видео ұнаса каналға жазылып лайк баса кетіңіз. Қазақ тілді арнаның дамуына өз үлесіңізді қосыңыздар. Ал біз бастаймыз. Күлімдеңіз. Күлімдеу сізді тартымды ететін ең дұрыс амал. Сіздің жетістігіңіз қолыңыздағы барға емес, сіз өзіңіз кімсіз, соған байланысты. Алдыңыздан кездесетін барша мүмкіндіктерге дайын болыңыз. Есіңізде болсын, әрбір адамда өзіндік қиын тағдыры бар, сол үшін сабырлы, шыдамды болыңыз. Басқаларды өзіңе назар аудартқың келсе, онда өзің оларға бірінші болып назар аудар. Адамдармен жұмыс жасап үйреніңіз. Сонда сіз жалғыз жасағаннан қарағанда үлкен жетістіктерге жетесіз. Қателіктен қорықпаңыз. Қателік жасау жаңа деңгейге шығуыңызға жол ашады. Әрбір адам сыйлы және өзін бағалауын қалайды. Сондықтан өзіңіздің ізгі істеріңіз бен көркем мінезіңізді көрсетіңіз. Өзіңіздің өзге адамдардың өміріне әсер ете алатыныңызға ұмытпаңыз. Өзге адамдарды көндірудің ең дұрыс жолы ол адамға жақсылық тілейтініңізге сендіру. Сіз өз өміріңізді өзгерте аласыз, ол үшін ойлау жүйеңізді өзгертіңіз. Сіз басқаларды басқара алмайсыз, бірақ сіз өзіңіздің оларға деген ойыңызды басқара аласыз. Қол жеткізген табысыңызды тоқтамаңыз, әрқашан даму жолында болыңыз. Өз қателіктеріңізді мойындай біліңіз, сонда өз сәтсіздіктеріңізден сабақ ала аласыз. Өз құштарлығыңызбен өмір сүріңіз, ол сізді үлкен жетістікке жеткізеді. Қайтпас қайсар болыңыз, бірінші сәтсіздіктен сынып қалмаңыз. Әрқашан адал, шыншыл болыңыз, сонда сізді басқалар құрметтейді. Есіңізде болсын, сізге берілген уақыт шексіз емес, оны ақылмен пайдаланыңыз. Қандай да бір нәрсеге қол жеткіңіз келсе, ең дұрыс жолы бүгіннен бастау. Күнделікті пайдаланатын әдеттеріңізді өзгертіп, өміріңізді өзгерте аласыз. Адамдарды тыңдай білу, олардың тілек пен қажеттіліктерін білуге көмектеседі. Өзіңізге қолайлы ортадан шығудан қорықпаңыз, өйткені ол сізді жаңа белестерді бағындыруға көмектеседі. Кейде адамдар өзін басқалардан ерекше сезінгісі келеді. Оларға ол сезімді сезінуге мүмкіндік беріңіз. Алға қойған мақсаттарыңызды ұмытпаңыз, ол сізді алға сүйрейтін күш болу керек. Өзгеріске дайын болыңыз. Ол жетістік болмаса, сәтсіздік алып келуі мүмкін. Қателіктен қорықпаңыз. Ол сізге жаңа нәрсе үйреніп, дамуға көмектеседі. Мәселені шешудің ең оңтайлы жолы оған әр қырынан қарап жауап іздеу. Басқаларға сіз көрсеткен қолдауы мен жақсылығы үшін алғыс айтуды ешқашан ұмытпаңыз. Көтеріңкі көңіл күй жетістіктің кілті. Күлімдеңіз, көңіл күйіңіз болмай тұрса да. Сұрақ қоюдан ұялмаңыз. Білімсіз қалғаннан гөрі бұл жақсырақ. Сынды жүрекке жақын қабылдамаңыз. Қайта оны өз кемшіліктеріңізді түзетуге пайдаланыңыз.